Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді қатпарлы самсаның қамырын қалай жасауды үйретемін. Ол үшін бізге 750 грамм електен өткізілген ұн және 300 грамм салқын сары май қажет. Майды ұнмен араластырып, теркадан жақсылап араластырып өткізіп аламыз. Өткізіп болғаннан кейін қолымызбен араластырып, үстіне шым-шым тұз салып, 3 жұмыртқа, 250 грамм қаймақ, 20%-дық саламыз да жақсылап араластырамыз. Қаймақ болмаса, айран қоссаңыздар да болады. Және де зуала жасап, жақсылап тындырып аламыз да, зуаламызды жаямыз. Егер сіздерге бұл үлкен зуала болып шығады, ауырлық болса, екіге бөліп жайсаңыздар да болады. Зуаламызды жаймай тұрып, газға немесе микроволновкаға 120 грамм майымызды ерітіп, алдын ала қойып қоямыз. Зуаламызды не қалың емес, не жұқа емес, орташа жұқалықта жайып аламыз. Қамырды жайып болғаннан кейін бетіне толықтай ұн сеуіп шығамыз. Және де ұнның үстіне ерітілген сары майымызды барлық жеріне тигізіп, толықтай қылып майымызды жағамыз. Май жағып болғаннан кейін үстіне тағы да ұн себетін боламыз. Осы фишкасы, осы ұн мен майда. Осы арқылы бұл өте қатпарлы, өте дәмді болып шығады. Осыған мұқият мән беріңіздер. Және де толық ұн сеуіп болғаннан кейін барып, зуаланы жақсылап тығыздап орап аламыз да, пищевой пленкамен орап, холодильникте 1 күн сақтауға болады, морозилкада 3 айдан 6 айға дейін сақтауға болады. Осы зуаладан 45-50 штук самса шығады. Өте дәмді. Тию жолын келесі видеода көрсетемін.